Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: Кемпір, қамбаның түбін қақсаншы, еле өшпен елеші, қарны ашқан шалына бауырсақ пісіріп берсенші, депті. Кемпірі қалақша қолға алыпты, қамбаның түбін қағыпты, еле өшпен елепті, табақшаға салыпты, 2 уыс ұн болыпты. Қаймаққа ұнды елепті, дөңгелектеп алыпты, ыстық майға салыпты, бауырсақты піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суып жатыпты, жатып ойға батыпты, қашайын деп осы үйден бір ойғанақ бекіпті. Жақтаудан түсті сәкіге, сәкіден түсті еденге, табалдырықтан секіріп, жетіп барды сенекке. Сенектен бететі аулаға шығып кетеді. Аулаға шығып алған соң, домалап соқпақ жолмен ұзай кетеді. Жол бойымен домалап келе жатса бауырсақ, қарсы алдынан тап келді ұзын құлақ қоянақ. Сонда қоян бауырсаққа: Бауырсақ, мен сені жеймін, депті. Бауырсақ оған бұлай дейді: Жей көрмей мені қояным, ән айтып берем тыңдағын, дейді. Жарайды, ендеше айта ғой, дейді қоян. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңлім шат, қымбаның түбін қырнаған, еле өшпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес болмаған. Осылай деп бауырсақ домалады. Аңқау қоян аңырап тұрып қалды. Бауырсақ домалап жөнеледі. Зыр домалап бауырсақ келе жатса, алдынан сұр қасқыр кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қасқыр. Сұры қасқыр: мені жемеші, ән салып берем тыңдайшы, деп бауырсақ әндете жөнеледі. Менің атым бауырсақ, қызырып пістім көңлім шат, қамбаның түбін қырнаған, еле өшпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқыр, сенен сытылу қиын емес болмаған. Бауырсақ ары қарай домалады. Аңырап сұр қасқыр жолда қалды. Домалап бауырсақ тағы жөнеледі. Алдынан аю сонда кез келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, депті аю. Жей көрме аю атайым, тыңдашы, саған айтайын, деп бауырсақ әнін бастайды. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңлім шат, қымбаның түбін қырнаған, еле өшпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аю, сенен сытылу қиын емес болмаған. Осылай деп бауырсақ домалады. Аңыратып аю маймақ жолда қалды. Бауырсақ домалаумен келе жатты. Осылай талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, қу түлкі жылман етіп келе қапты. Бауырсақ домалап қайда барасың, депті сонда түлкі. Жол жүріп кетіп барам, депті бауырсақ. Бауырсақ, мен сені жеп қоям, депті түлкі. Жемеші түлкі, ән салып берем мен саған, депті бауырсақ. Бауырсақ сонда: менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңлім шат, қымбаның түбін қырнаған, еле өшпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес болмаған. Әнін жақсы-ақ бауырсақ, нашар еді бір құлақ, тұмсығыма шығып ап, айтшы бірші қайталап, дауыстап бір қаттырақ, депті сонда қу түлкі. Мақтанғанға мәз болды, тұмсығында түлкінің, бауырсақ солай ән салды. Сонда түлкі: тамаша екен өнінде, тағы бір рет айтшы тыңдайын, отырып алып тілімде, депті.
Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді, ойланбастан тіліне секіреді. Ап дегенде бауырсақ қу түлкінің аузында әп-сәтте күтірледі. Мақтаншақтық жақсы еместей, балалар деген оймен бітірдік ертегіні. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Жеті лақ ертегісі. Бұрынғы өткен заманда ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақ лақ екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып, ақырын ақылын айтады. Балаларым, ешкімге есік ашпаңдар, орманда қасқыр жүр. Мен келгенде, балаларым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр оның сөзін естіп қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан дауысымен оның әнін айтады. Бірақ лақтар оның бөтен дауыс екенін біліп, есікті ашпай қояды. Қасқыр саудагерге барып, бор сатып алды. Бордың бір кесегін жегенде, дауысы аздап жіңішкерді. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар тағы алданбады. Сонда қасқыр ұстаға барып, өзіне тамақ жасатып алды. Дауысы ешкінікі сияқты, жіңішке болып шықты. Бірақ жаңа дауысын да көмегі болмады. Лақтар аяғын көріп қойып, ашпай қойды. Қасқыр жылдам наубаушыға барып, аяғына себетін ұн сатып алды. Қасқыр есік алдына қайтып келді. Ақ аяғын лақтарға көрсетеді де әнге басты. Балаларым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді, қорықпаңдар, есік ашыңдар. 7 лақ сеніп есік ашты. Қасқыр үйге кіріп келгенде, лақтар жан-жаққа қашып тығылып қалды. Қасқыр олардың бәрін де тауып жеп қойды. Тек біреуін ғана байқамай қалды. Ол сағатын артына тығылған еді. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кірісті. Көп ұзамай ешкі үйіне оралды. Есікті итерсе, есік ашық тұр. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Аман қалған лақ алдына шығып болған жайда айтып берді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп, қоралдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарын жарып жібергенде 6 лақ шыға келді. Бәрі де аман есен. Ешкі мен лақтардың қуанышына шек болмады. Қасқыр оянбай тұрғанда, ешкі оның қарнын таспен толтырып, қайта тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып, құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оны төмен тартып, қасқыр құдыққа құлады да батып кетеді. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалта да алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шалқаннан ұстап, ары жылқиды, бері жылқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса шыққанды шақырады.
тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тартып ақыры шалқанды суырып шығарады. Осымен ертегі аяқталды. Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша атты немересі болыпты. Бірде Маша құрбыларымен орманға жиналыпты. Атасы мен әжесі оған: «Құрбыларынан қалып қалма», деп табыстады. Бірақ Маша олардың айтқанын тыңдамады. Ол құрбыларынан алысқа ұзап кетіп, ақырында адасып қалды. Маша оларды шақырып, айқайлай бастады. Құрбылары дауыс қатпады. Маша ымырт түскенше орманда кезіп жүрді. Кенет бір үйді көрді. Машенька үйге кіріп, «Бұл үйде кім тұрады екен?» деп ойлады. Ал бұл үйде Аю тұратын. Ойлағанша болмады, үйге Аю кіріп келіпті. «Менің үйіме рұқсатсыз неге кіресің?» деп гүр ете түсті. Маша: «Мен адасып кеттім, бүгін осында қонып ертең үйіме қайтамын», деді. «Жоқ, енді мен сені жібермеймін. Сен менің қолымда тұрасың, пеш жағып, ботқа пісіріп, мені тамақтандырасың», деді. Маша біраз бүртиді, бірақ не шара? Ол Аюдың үйінде тұра бастады. Аю күні ұзақ орманға кетеді, ал Маша үй жиналып, дәмді бәліш пісіреді. Аюдың қуанышында шек жоқ, біраз күн өтті. Бірде Маша Аюға: «Атам мен әжемді көрмегелі көп болдым. Мен бір қора бәліш пісірейін, ал сен оларға апарып бер», деп еді. Ол келесі кетті. Маша бір қора бәліш пісірді де: «Жаңбыр жауып тұрған жоқ па? Есік алдына шығып қарашы», деді. Аю сыртқа шығып кеткенде, Машенька қораптың ішіне кіріп алды. Аю қайтып оралғанда, қораптың дайын тұрғанын көрді. Оны арқасына салып, ауылға тартты. Аю ұзақ жүрді, шаршады, ағаштың түбіне отырып, тынығып алғысы келді. Түбірге отырып бәліш жейін деп ойлады, ал Машенька қорап ішінен: «Түбірге отырушы болма, бәлішті жеме, атам мен әжеме апар», деді. «Неткен қырығы еді, бәрін көріп тұр», деп Аю қорапты көтеріп, ары қарай аяңдады. Ауылға жетті, қыздың атасы мен әжесі тұратын үйді де тапты. Олардың есігін бар күшімен тоқтақпақты. «Тук-тук-тук, есікті ашыңдар, мен Машенькадан базарлыққа келдім», деді. Иттер бір нәрсені сезгендей оған тап берді. Басқа иттер де жан-жақтан үріп жүгіре бастады. Аю қорқып кетті. Ол қорапты қақпа алдына тастай сала, алдын артына қарамай қаша жөнелді. Осы кезде үйден Атай мен Айбей шықты. Қорапты көрді. «Мынау не қорап?» деп әжесі таңғалды. Атасы қораптың аузын ашып қараса, онда Машенька отыр. Атасы мен әжесі Машеньканы осылайша тапқанына қуанышты болды. Ертегі осымен аяқталды. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Ертегілер әлеміне бірге саяхат жасайық. Лайк басып, арнаға жазылып, жаңа видеоларды бірінші болып көріңіздер. Айдар есімді бала бар екен. Ол ғарышқа ұшуды армандайды. Күнде түнде аспанға қарап, жұлдыздармен сырласып, олардың сыры мен ғажайыптарын білгісі келетін. Бір күні Айдарға күтпеген жерден белгісіз планетадан хат келді. Хатта былай жазылыпқан екен: «Айдар, бізге сендей батыл және тапқыр бала қажет. Ғарышта біздің планетамызды сақтап қалу керек. Бізге көмектес, сенің ғана қолынан келеді». Айдар ойланып жатпай, тез дайындалада бастады. Ол үлкен зымыранға отырып, алыс планеталарға қарай бет алды. Әлемде түрлі ғажаптарды көрді. Бірақ ең маңыздысы, ол жамандық жасайтын
метеор айдаһармен кездесті. Айдар тез қимылдап, өзінің кемесін айдаһарға қарсы бағыттады. Бірақ соғыстың орнына Айдар оған жақындап, «Неге жерді және басқа планеталарды бүлдіріп жүрсің? Біз дос болайық», деді. Айдар бұл ұсынысты естігенде ойланып қалды. Сөйтіп, ол жерді қиратып, метеорларды бағыттаудан бас тартады. Айдар мен айдаһар дос болып, бірге ғарыштың түрлі құпияларын зерттей бастады. Айдар үйіне оралғанда, бәрі оны батыр ретінде қарсы алды. Ол енді тағы да ғарышқа барып, басқа да ғалымшарларды зерттеймін, деп жолға аттануға дайындықты бастады. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер KZ сайтында таба аласыздар.